Сәлем құрметті достар, бүгін біз үй жағдайында жасалатын лағманның қамырын жасауды үйренеміз. Оған бізде бірінші тәсіл осылай дастарханға иілеп жасаймыз. Екінші тәсіл қолымызбен созамыз. Осылай дөңгелетіп. Менің каналыма тіркеліп, подписация бастырмасын басыңыз. Ең алдымен бір ыдысқа ұнымызды сеуіп, оған бір дана жұмыртқаны жарамыз. Жарты литр жылы суды алып, бір ас қасық тұзды салып, тұзымыз ерігенше араластырып, қамыр илейміз. Керегінше тағы да кішкене су құямыз. Илеген қамырымызды дастархан бетіне қойып, тағы да қатты қылып қолмен осылай басамыз. Жақсылап басқаннан кейін, оны біз салафанға салып 1 сағатқа немесе жарты сағатқа жылы жерге қойып қоймыз керекпіз. Немесе дастархан басында қалдырсаңыз болады. Енді біздің нанымыз жұмсарып, қараңыздар, осындай созылмалы болып шығады. Енді біз бұны басып, бірдей жгуттарға бөліп аламыз. Енді жаңағы кескен жолақтарымызды бірінші кезең осылай жгут секілді дөңгелектеп созамыз, дастарханның бетіне үйкелеп. Естеріңізде болсын достар, лағман созылған кезде есік терезелер ашық болмау керек, біздің бөлмеде жел болмау керек, өйткені біздің қамырымыз кеуіп, ол қайта-қайта үзіле беретін болады. Барлық жолақтарда осылай жгут секілді созып алғаннан кейін, оған жақсылап өсімдік майын жағамызда, осылай спираль ретінде жинап қойып, бетін салафанмен жауып, бір 5 минутқа қойып қоямыз. 5 минуттан кейін жаңағы жгуттарымызды қайтадан алып, екінші кезеңдегі созуға жалғастырамыз. Қайтадан осылай дастарханға үйкелеп созған маған ыңғайлы, сол көбінесе мен осы бірінші тәсілді қолданамын. Өйткені осылайынан лағман формасы бірдей дөңгелек болып, әдемі болып шығады. Енді осыны созған лағмандарымызды дастарханның шетіне қарай қоямыз да, бетіне өсімдік майын жағып қоямыз кеуіп кетпеу үшін. Енді үшінші кезеңдегі созуға жалғастырамыз. Бұл жақта созған кезде міне бірінші тәсіл осылай дастарханға қолмен үйкеліп созамыз. Барынша тез-тез жасаған жөн, өйткені қамырларымыз бір-біріне жабысқалы мүмкін. Екінші тәсілі осылай бас бармақтармен дөңгелете отырып, екі жағынан осылай созуға болады. Міне менде бір жағы жіңішке созылған жағы, созылмаған жағы кішкене жуандау болып келеді. Міне мен қамырымды 3 кезеңнен созып алдым. Енді осыны біз 4-ші кезеңінде созбаймыз, тек қана қолымызға осылай жинаймыз. Тура видеодағыдай жинасаңыздар болады. Тез-тез жинап алғаннан кейін дастарханға 1-2 рет ақырын ғана соқсаңыз, лағманның қамыры тағы да кішкене созылады. Міне осылай әдемі болып шықты. Үлкен ыдысқа 2 литр су құйып, оған бір ас қасық тұз саламыз, қайнатамыз. Суымыз қатты қайнап тұрған кезде қамырымызды шетінен кішкене алып салып,
тез шанышқымен араластырамыз, бір-біріне жабыс қалмау үшін. Осылай кішкене арасын ашып араластырып жібереміз. Енді қақпағын жауып қоямыз да алысқа кетпейміз, қасында тұрамыз. Кішкене ғана көтеріліп келе жатқан кезде астын азайтамыз да қақпағын ашамыз, суымыз тас кетпей тұрғанда. Енді араластырып, қамырымыз кішкене мөлдір түске ұқсағанша тағы да бір бұрқ еткіземіз. Енді қамырымызды бос ыдысқа алып аламыз. Қамырымызды түсіргеннен кейін лезде өсімдік майын құйып араластырып жібереміз. Мен ыдыспен осылай сілкіледім. Жаңа шанышқымен қамырымның түрі бұзылмау үшін. Міне біздің лағманға арналған қамырымыз дайын. Алып дастарханға қайтадан жайып, суығанша осылай біраз уақыт қалдырамыз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Подписация батырмасын басып, тіркеліңіз. Сізбен бірге болған Инка Максимовна.